Сәлем достар, біз бүгін бауырдан пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай ет тартқыштан немесе блендерден өткізілген бауыр керек. Оның үстіне 2 жұмыртқа, тұз, сода салатын боламыз. Және де пиязымызды салып, барлығын араластырамыз. Кейін осындай кекске арналған формамызға барлығын салып шығатын боламыз. Және де 160 градуста 15-20 минутта пісіреміз. Спашкамен тексеріп көресіздер піскен-піспегендігін. Кейін әрлеу үшін майонез бен чеснокты араластырып, осылай бетіне жағып, оның бетіне қияр, помидор, укропты осылайынан турап қойып шығатын боласыздар. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар.